Сәлеметсіздер ме достар, менің арнама қош келдіңіздер. Жаңа бейнероликтерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ежелгі сауда орталығы ретінде Үндістанның рөлі қаншалықты маңызды болды. Үнділер не өсірді және өндірді? Біздің заманымызға дейін екінші мыңжылдықтың соңында Үндістан халқы бірте-бірте қоладан темір өндіруге көше бастады. Олар өндіретін өнім мөлшері арта түсті. Үнді мен Ганг өзендерінің аңғарларында егіншілік, мал шаруашылығы мен қолөнер дамыды. Шаруалар күріш, бидай, арпа, мақта, күнжіт егіп мол өнім алды. Малшылар сиыр, зебу, жылқы мен қой өсірді. Қолөнершілер кен ісінде, тоқымашылықта, сондай-ақ асыл тастарды, сүйекті, ағашты өңдеуде жоғарғы деңгейлі шеберлікке көтерілді. Олар зергерлік бұйымдар, бағалы маталар дайындап, заттар мен дәмеуіштерді өндірген. Үнділер кімдермен сауда жүргізді? Сыртқы сауда бірқатар елдермен. Батыста Египет және Месопотамия, шығыста Қытай және оңтүстік Шығыс Азиямен, солтүстікте Иран және Орта Азиямен жүргізілді. Негізінен керуен саудасы және каботаждық сауда дамыды. Үнді жағалауында ыңғайлы порттар болмаса да, ежелгі үнділер навигация техникасында басқа халықтардан кем түспеді. Олар тірі компасты ойлап тапқан. Олар кемеге қарғаны алған, адасып бағдарларды жоғалтқан кезінде қарғаны шығарған. Жағалау сызығын көру мүмкін болғанша кемені қарғаның ұшу жағына бағыттаған.